Бәлкім қазір жағдайлы, үй жайлысың. Ал Алланың үйінше сыйлаймысың? Саған тұтас өмірді сыйлады Алла. Сен өмірдің бір сәтін қимаймысың? Нәпсісін жақсысымен түртеді адам, күнәсін дұғасымен сүртеді адам. Менің күнәм үлкен деп келмей қалма, Алланың мейірімі үлкен одан. Сәжде қылсаң, басыңа бақ қонатын, жаныңның бар қалауын ақтаратын. Мешіт ол әлемдегі ең таза жер, сауап беріп, күнәңді ап қалатын. Бауырым, мешітке кел мешітке. Уақытың бар уақытта сен кешікпе. Жарлығымен емес пе жаратқанның, тербетіліп жүргенің жер бесікте. Бақыттың кілті бәлкім бар осында. Қияметке қам жаса арасында. Мешітке байланғандар тұрады ертең Алланың аршысының панасында. Мешіт ол ортақ мекен бар адамға. Жамағатқа қосылшы жан аманда. Мұнда келіп жай ғана отырсаң да сауап жаза береді саған Алла. Мешітке кел, ертерек келші досым. Алланың үйін неге кем сүйесің? Тілегің ақтарылып ойыңдағы, жүрегің тыныштықта еншілесін. Бәлкім сенің жүр қазір жолың болмай, неше тірлік бастауға қолың бармай. Мешітке кел, сәждеде сұрағаның, дұғаларың қайтпайды орындалмай. Кетпесін нәпсі дұшпан, жайып күшін. Адассаң, екі өмірде айыптысың. Мешітке кел, Алланың сыйлығын ал. Сен тек қана бақытқа лайықтысың.